Кофеге сүт құйылғанда сіз не ойлайсыз? Ал мына жігіт осыдан ғаламның пайда болуын түсінді. Уақыт өте келе сүт кофеде бірте-бірте ериді. Егер уақытты кері қайтара алсақ, сүт кофеге құйылғанға дейінгі уақытқа оралуға болады, яғни бүкіл процестің бастапқы нүктесі болып табылады. Сонымен ол бір батыл болжам жасады. Егер Эйнштейннің жалпы салыстырмалылық теориясы дұрыс болса, онда бүкіл ғалам әлі де кеңейіп жатыр. Онымен қоса қолданыстағы қара тесік теориясымен біріктіріп, ол ғаламның үлкен жарылыстан пайда болғанын тез болжады. Егер біз уақытты кері қайтаратын болсақ, ғалам қысқаруын жалғастырады. Ақырында шексіз аз сингулярлық нүктеге айналады. Ал бұл нүкте уақыттың бастапқы нүктесі болып табылады. Қасындағы мұғалім мұны естігенде шошып кетті. Өйткені уақыттың бастапқы нүктесі бар, бұл теория ғылыми әлемді толығымен бұзады. Keep going. What do you mean keep going? Before the universe began. No. Keep going, develop the mathematics. Сол күннен бастап күні бойы тоқтаусыз есептеулер жүргізді. Бірақ неге екені белгісіз. Кенет саусақтарының әлсіреп бара жатқанын сезді. Жазуы да қисық бола бастады. Бірақ есептеуді тоқтатқан жоқ. Өйткені бүкіл ғалам оның миында жылдам айналып жатыр. Белгісіз уақыттан кейін ол ақыры өзі қалаған нәтижені есептеп шықты. Сөйтіп, ол сыртқа шығып зерттеуін әлеммен бөліскісі келді. Бірақ мұндай генийға Құдай қызғанышпен қарайтын сияқты. Келесі секундта аяғы кенет тайып, жерге қатты құлады. Бірқатар тексерулерден кейін дәрігер оған ерекше нейрондық аурумен ауыратынын айтты, яғни бүйірлік амиотрофты склерозы. Ауру бірте-бірте бұлшық еттерді мидың басқаруынан алып тастайды. Сөйлеу және жүру қабілетіне, ақыр соңында тіпті қарапайым тыныс алу және жұтуға әсер етеді. Ең өкініштісі, бұл аурудың орташа өмір сүру ұзақтығы небәрі 2 жыл. Ал жігіттің сұрағаны: What about the brain? The brain isn't affected. Your thoughts won't change. It's just but eventually no one will know what they are. Дәрігер сөзін аяқтаған соң кетіп қалды. Оны жалғыз миындағы кең кеңістікті уақытпен ғаламмен қалдырды. Қазір бәрі бұл адамның кім екенін білген шығар. Ол ғалам патшасы ретінде танымал болған Стивен Хокинг. Бұл өмірбаяндық фильм. Әрине, әркім осы өмірінде көруі керек фильм. Өйткені бұнда оның ғылымға деген сүйіспеншілігін айтып қана қоймай, сонымен қоса бізге махаббаттың сұлулығын көрсетеді. 1963 жылы Хокинг Кембриджде докторантурада оқып жүрген. Ол кезде оның қарапайым адамдардан еш айырмашылығы жоқ. Бір кеште ол Джейн деген қызға бір көргеннен ғашық болып қалады. Оған бірінші айтқаны мамандығы туралы сұрау болды. Hello. Hello. Science. Arts. Содан кейін Хокинг өзін космологпын деп таныстырды. Джейн гуманитарлық факультеттің студенті ғана емес, сонымен бірге өте діндар адам еді. Ол Хокингтен космологтар неге сенеді деп қызыға сұрады. What do we worship? One single unifying equation that explains everything in the universe. Really? Yes. What's the equation? That is the question. Олар әлемге әртүрлі көзқараспен қарағанымен, бұл екі қызық жанның бір-біріне тартуына әсер етпейді. Кетер алдында Джейн өзінің телефон нөмірін Хокингке қалдырды. Оның санасында тек қалам болған бұл немқұрайды Джейн толығымен басып алды. Сабақтан шықпас бұрын мұғалім барлығына келесі жұмада тапсырылуы тиіс. Оны өте қиын сұрақтан тұратын тест жұмысын берді. Оқушылардың бәрінің түрі шіркін емес көрінді. Бірақ Хокингтің ойында бұл емес екені анық. Бірнеше күннен кейін ол тағы да барда қызды кездестірді. Оның жанында әдемі жігіт отыр. Қызғанышты сезінген Хокинг қасына барып, Джейнді демалыс күні шығып ойнауға шақырды. Бірақ демалыс күндері шіркеуге бару керек болғандықтан оған қосылмады. Бұл сәтсіздіктен кейін Хокинг ұзақ уақыт өз-өзіне келе алмады. Жұма күні таңертең досы есіне түсіргеннен кейін ғана ол асығыс тұрып, сұрақтармен жұмыс істей бастады. Хокинг сыныпқа кіргенде мұғалім басқалардың үй тапсырмасын қарап үлгерген, және барлық тапсырманы қосса да 3 дұрыс жауап шықпаған. Хокингтің кешігіп келгенін көрген мұғалім көп үміт күтпеді. You could only do 9. Хокинг бұл сөзді айта салысымен сыныптастары оған құбыжықтай қарады. Мұғалімде бұл жігіттің гений екенін түсінді. Бірақ Кембриджге келгеннен бері ол өзінің зерттеу тақырыбы туралы бір шешімге келген жоқ. Хокингті шабыттандыру үшін мұғалім оны математик пен Роздың лекциясына қатысуға шақырды. Бірақ кетер алдында Хокинг Джейнге деген ғашықтығын әлі де қояр емес. Сондықтан ол шіркеудің есігінің алдында тұрып, оны өз үйіне келіп тамақтануға шақырды.